Мысырдан шығу 25-ші тарау. Сонда жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды. Исраилдің үрім-бұтағына былай де: олар маған сый тартулар бағыштап ұсынсын. Шын жүрегімен ниеттенген әрбір адамнан өзінің маған арнаған тарту таралғысын қабылдап алыңдар. Олардан қабылдайтындарың мыналар болсын: алтын, күміс, қола, ерілген қою күлгін, күрең қызыл, ал қызыл жүн жіптер және жіңішке ерілген зығыр жіптер, ешкінің түбіті, қызыл түске боялған қошқар терілері, борсық терілері, ақ қараған ағашы, майшамға қажетті зәйтүн майы, май жағу рәсімінде қолданылатын майға қосылуға немесе түтетілуге арналған хош иісті заттар. Сондай-ақ бастыни қызметкердің жеңсіз сырт киіміне және төс қалтасына тағылатын оникс пен тағы басқа да асыл тастар. Исраилдіктер маған арнап киелі шатыр дайындап жасасын. Мен халық арасында сол жерде тұратын боламын. Бәрінде мен саған көрсететін киелі шатыр мен ондағы бұйымдардың үлгісіне дәлме-дәл сай етіп жасаңдар. Ақ қараған ағашынан сандық жасат. Ұзындығы 2,5, ал ені мен биіктігі 1,5 шынтақтан болсын. Іші сырты саф алтынмен қапталып, жоғарғы ернеуі айналдыра алтынмен әшекеленіп жиектелсін. Сандық үшін 4 алтын шығыршық құйғызып, төменгі 4 бұрышына, екеуін бір жақ бүйіріне, қалған екеуін қарама-қарсы бүйіріне бекіттір. Мұнан кейін ақ қарағаннан сырықтар жасатып, алтынмен қаптат. Сандықты көтеріп алып, жүру үшін сырықтар оның екі бүйіріндегі шығыршықтардан өткізілсін. Сырықтар әрдайым шығыршықтарға кигізулі тұрсын. Оларды алып тастауға болмайды. Мен өзіңе беретін келісім жайлы айғақтарды осы сандықтың ішіне салып қой. Сандықтың қақпағында саф алтыннан жасат. Ұзындығы 2,5, ені 1,5 шынтақ болсын. Қақпақтың екі жақ шетіне керуб деген күзетші періштелердің екі мүсінін алтыннан балғамен соғып жасатып орнатқыз. Олар қақпақпен бірге біртұтас алтыннан жасалсын. Керуб мүсіндері қанаттарын жоғары жайып, қақпақты көлегейлеп, беттері бір-біріне қарама-қарсы қақпаққа қарап тұрулары керек. Мен өзіңе беретін келісім жайлы айғақтарды сандыққа салды, үстін қақпақпен жауып қой. Сол жерден келісім сандығы қақпағының үстіндегі екі керуб мүсіндерінің ортасынан мен саған тіл қатып, Исраилдің үрім-бұтағына сен арқылы бұйыратын ережелерімнің бәрін тапсырамын. Ақ қараған ағашынан үстел жасат. Ұзындығы 2, ені 1, биіктігі 1,5 шынтақ болсын. Үстел саф алтынмен қапталып, жақтауы айналдыра алтынмен қапталсын. Үстелдің бетін айналдыра 4 елі бойы ернеумен жиектетіп, соны да алтынмен қаптат. 4 алтын шығыршық құйдырып жасатып, оларды үстелдің аяқтары орнатылған 4 бұрышына бекіттір. Үстелді көтеріп жүруге арналған сырықтар өткізілетін осы шығыршықтар ернеу жиегіне жақын орнатылсын. Сырықтарды ақ қарағаннан жасатып, алтынмен қаптат. Үстелдің аяқ табақтары мен табаларын және құйылып ұсынылатын сұйық тартуларға арналған құмыралар мен тостағандарын саф алтыннан жасат. Нан тартуларын үстелге қойып отыр. Олар ұдайы менің алдымда болсын. Саф алтыннан шам қойғышта жасат. Оның тұғыры мен діңгегі, мүсінделген тармақтары, гүл тостағаншалары, қауыздары және бүршіктері түгел біртұтас алтыннан балғамен соғылып жасалсын. Діңгегінен екі жағына 3-3-тен 6 тармақ шығуы керек. Әр тармақта шар тәрізді 3 бүршіктен тараған, қауыздарын ашқан 3 алтын бадам гүлінен болсын. Ал ортадағы діңгекте дәл осындай 4 алтын бадам гүлі болуы керек. Бұл гүлдердің бүршектері екі жаққа созылған 3 жұп тармақтың діңгектен шыққан жерлерінің астыңғы жағында орналассын.
тармақтары мен бүршіктерімен бірге шам қойғыш түгелде бір тұтас саф алтыннан балғамен соғылып жасалсын. Шам қойғышқа 7 май шамын дайындатып, оларды жарығы алдыңғы жағына түсіп тұратын етіп, діңгек пен тармақтардың бастарына орнат. Оның білте түзеткіштері мен табақшаларын да саф алтыннан жасат. Шам қойғыш пен қажетті құрал жабдықтары үшін бір ат басындай саф алтын жұмсалсын. Байқа, барлығын саған осы тау басында көрсетілген үлгіге сай жасайтын бол.